Сіздің көзіңізге ешбір зиян тигізбей, жанарыңыздан көз жасын орнына гауһар тастары ағылғанын қалар ма едіңіз? Ливандық бұл қызда дәл осындай жағдай орын алып тұр. Ол қалай болғаны дейсіз бе? Бірге көріп білейік. Бастамас бұрын арнамызға жазыл және де мына қоңыраушаны бассан, қызықты мәліметтерден қалыс қалмайсың. 12 жасынан бастап ливандық Хасна Мохамед Масылмани алмазға ұқсас кристалдармен жылайды. Дәрігерлер бұл ерекше құбылысты түсіндіре алар емес. Ал қыздың әкесі Европа мен ақш мамандарының көмегіне үміт артып отыр. Бұл жайт 1996 жылдың наурыз айында бастау алған. Хаснаның сөзінше, алғашқыда көзінде біртүрлі нәрсе кристалл пайда болғанда ол мектепте еді. Күніне бұндай кристалдардың саны 20-ға жету мүмкін. Осындай кристалдардың бөлінуі кезінде қыз ешқандай ауру сезімін сезбейді. Себебі олар желе тәрізді қабықпен қапталған. Бөлінгеннен кейін мөлдір кристалдар ақ қатты әрі өткір күйге айналады. Беріктік пен өткірлік дәрежесі сондай, тіпті әйнекті де кесуге болады. Аталған оқиға күллі халықтың назарына ілікті. Телеарна, журнал мен газеттер Масылмани әулетінің үйіне феномен қызды көру үшін ағыла бастады. Бұл құбылысты ливанды ғажап деп атап кеткен. Дәрігерлер бұны цистеноз метаболизмі мен амин қышқылдарының бұзылуы деп есептейді. Ол өз кезегінде қан құрамындағы цистин мөлшерінің жоғары болуына әкеледі. Лайк қойып каналға жазыл және де ұнаса достармен бөлісуге ұмытпа.